Лола детский сумкасын тоқу үшін бізге осындай екі донышки қажет. Бір жағында суреті бар, екінші жағында суреті жоқ донышки алғандарыңыз жөн. Және де осындай 4 маркер, 4 штук қажет. Осындай 3 штук карабин, бір жағы ашылатын, номері 5-6 2 ілгек және де бір моток жіп кетті. Сөмкемізді бастап тоқимыз. Ол үшін ең алдымен ескерте кететін жайт, осы сөмкеміздің жоғарғы жағына замок түсетін болады. Сол замок қай аралықта түседі? Осы тұстан басталса, осы жерден, мысал үшінге, замоктың ашылып жабылатын бөлігі қай жерден басталады сіздерде? Былай, мына жоғарғы жағынан осы бөлікті аласыз ба? Жоқ, әлде сәл төменірек былайынан аласыз ба? Соны ескеріп, қай тұсқа келтіресіз, сол тұстан бастайсыз. Маған осы тұс ыңғайлы, сондықтан мен осы жерден бастаймын. Негізгі жіпті іліп аламыз. Осы артындағы қысқа жіпті тоқу барысында мына аралықтарға тоқылған бөліктердің арасына кіргізіп жібереміз қазір. Негізгі жіпті іліп алып шығарамыз. Мінекей осындай галочкалар шығарып, қатарда айналдыра тоқимыз. Донышкамызды айналдыра тоқимыз. Барлығын осылай тоқылып келгеннен кейін тағы ескерте кететін жайт, мына екі бұрышында әр бұрышқа келген кезде осы бұрыштан 3 рет іліп алып тоқитын боламыз. Себебі біздің мына 4 бұрышымыз дөңес болып айналуы үшін 3 рет іліп алып тоқимыз. Мінекей біз бірінші бұрышына келдік. Осы тұста номері 5-ші ілгекті пайдаланамыз. Себебі осы бір бөліктен 3 рет тоқитын болғандықтан бізге кішкене жіңішкерек ілгек қажет болады. Мінекей 1. Қайтадан сол тұстан кіргіземіз. 2. Айналдырамыз. Мінекей 3. Осы кезде біздің бұрышымыз осылай дөңес болып айналды. Мына бұрышынан да тура осылай 3 рет шығарамыз. Осы аралыққа дейін тоқимыз. Мінекей айналдыра тоқып шықтым. Енді қатарларды бір-біріне жалғаймыз. Ол үшін мына жоғарғы қатардағы бірінші галочкадан ілгекті кіргіземіз. Негізгі жіпті іліп алып шығарамыз. Осы донышканың көлемі сиятындай етіп ұзартып, сол шыққан бойда осылай айналдырамыз. Артындағы негізгі жіптен тартамыз. Мінекей, осылай қатарымызды жалғадық. Енді тура осы тұста қайтадан 5-ші ілгекті пайдаланамыз. Байқап тұрсаңыздар, міне, мына жаңа кіргізіп алған бөлігіміздегі жартылай шеңберіміз жартылай жабылды, жартылай ашық қалды, иә. Осылай ашық көрініп тұрмасы үшін біз бекітпе тігісін жүргіземіз. Ол үшін осы негізгі жіптің шыққан тұсынан 5-ші номері ілгекті шығарамыз, негізгі жіпті іліп аламыз, келесі бөлікке кіргіземіз, негізгі жіпті іліп алып шығарамыз, ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз. Мінекей, келесі бөлікке кіргіземіз. Ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз, келесі бөлікке кіргіземіз. Тура осылай қайталап, айналдыра барлығын тоқып шығамыз. Мына аралыққа келгенде қалай жалғау керек екендігін көрсетемін. Мінекей, айналдыра тоқыдық. Енді осы аралықтан тағы бір рет тоқып аламыз. Енді қажетті мөлшерде 4 саусақтың көлеміндей мөлшерде жіпті қиып аламыз. Оны тартып шығарамыз негізгі жіпті. Және де осы бекітпе тігісінің ең алғашқы бастаған мінекей мына галочкасынан екеуінен де ілгекті кіргізіп шығарамыз. Мінекей, ілгекті шығардық. Негізгі жіпті іліп алып осы тұстан шығарамыз. Енді ол жіпті осы шыққан бөлігіне қайтадан кіргізетін боламыз. Ол үшін мына аралықтан және де мына бөліктің екі ортасынан галочканың ілгекті кіргіземіз. Негізгі жібімізді тарта отырып, іліп алып шығарамыз кері бағытқа. Мінекей, сол кезде біздің бекітпе тігісіміздің аралықтары бір-біріне білінбей жалғанып кетті. Басы қайсы, аяғы қайсы екені белгісіз. Мына артқы бөлігіндегі жіпті мына аралыққа бір рет түйіп байлап, тоқылған бөліктердің арасына кіргізіп жібереміз. Келесі қатарымызды осы жалғанған тұстан бастайтын боламыз. Мінекей, астыңғы жағынан қарағандағы мына галочкалардың арасынан ортасына ілгекті кіргіземіз. Мінекей, негізгі жіпті іліп алып шығарамыз. Жай ғана қарапайым осы галочкаларды шығару арқылы қатарды айналдыра тоқимыз. Мінекей, осылай тоқи береміз, айналдырып тоқи береміз. Бұл менде артқы бөлігі. Мен барлығы 1, 2, 3 қатар тоқыдым. Мынау бастапқы қатар бізде, мінекей, ол мынау.
бастапқы қатарымыз міне біздің. Енді мен екінші қатарды тоқып жатырмын. Қараңыздар, мына жерде мына бастапқы қатар, екінші, үшінші, төртінші, барлығы 4 қатар осылай тоқып аламыз. Жай ғана бірінен кейін бірін галочка шығару арқылы тоқимыз. Мінекей, мен сөмкемнің екі бетінде 4 қатардан барлығы, мына жақта 4 қатар, мына жақта 4 қатар, яғни общий қосқанда 8 қатар етіп тоқыдым. Және де жоғарғы бөлігіне, замок түсетін бөлігіне осындай маркермен белгіледім. Оң жақ бөлігін қай тұстан белгілесем, сол жақ бөлігін де дәл сол тұстан белгілеймін. Және де жоғарғы жағынан санап отырып, тепе-теңдей етіп, бір-біріне реттестіріп келтіріп аламын. Мына жақтан 22, мына жақтан 24 болып, мынауыңыз бері қарай қисайып кетіп тұрмасын. Сондықтан санап отырып мұқият бір-біріне теңестіріп, белгілеген бөліктеріңізді сәйкестендіріп алыңыздар. Ал енді қазір мен мына жоғарғы жақтан замок түсетін оң жақ бөліктің үстіңгі жағына бекіту тігісін жүргіземін. Мына маркерлер белгіленген тұсқа дейін. Сосын екі аралықты бір-біріне қосып біріктіріп табанын барлығын тігіп мына аралыққа дейін келемін. Және де сол жақ бөліктің жоғарғы жағына бекітпе тігісін жүргізіп аяқтайтын боламын. Маркер белгіленген тұстан мынау бізде жалғанған жері тура осы жерден ілгекті кіргіземіз. Негізгі жіпті іліп алып шығарамыз. Екінші бөлікке кіргіземіз. Негізгі жіпті іліп алып, ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз. Осылайша бекіту тігісін жүргіземіз. Қатты тартпаймыз. Сәл ғана бостау етіп тоқсақ жеткілікті. Қатты тартудың қажеті жоқ. Егер сіздер бұны қатты тартатын болсаңыздар, мына тоқылған бөлігіміз бүрсіп ішіне қарай бүйтіп қайрылып кіріп кететін болады. Сондықтан қатты тартпаймыз. Барынша еркін тоқуға тырысамыз. Тура осылай қайталау арқылы айналдыра мына маркер белгіленген тұсқа дейін тоқимын. Оң жақ бөліктің төбе жағынан бекітпе тігісін жүргізіп, мына маркер белгіленген тұстан бір рет кіргізіп алып, осылай бекіту тігісін түсірдім. Енді келесі бетімізді сол жақ бөлігін ұстап отырып, маркер белгіленген тұстан кейінгі галочкаға ілгекті кіргіземін. Ортасынан кіргіземін. Және де оны бергі беттегі мына маркер белгіленген тұстан кейінгі галочканың ортасына кіргіземін. Негізгі жіпті іліп алып шығарамын. Ілгектің бойындағы жіптен өткіземін. Енді жаңа мен арғы жақтан бастадым. Енді келесін бергі жақтан бастаймын. Енді келесін қайтадан арғы жақтан бастаймын. Осылай кезек-кезек бергі жақтан арғы жақтан алмастыра отырып, барлығын айналдырып келіп, мына жақтағы сол артқы жақ бөліктегі маркер белгіленген тұсқа дейін біріктіріп тоқимыз. Соңғы бөлігіне келдім. Екі маркер белгіленген тұстан мына маркер белгіленген бер жақ бөліктен қайтадан алып тастасақ болады. Мынаны енді тоқу барысында мешать етпес үшін арғы жақ бөлікті де алып тастай берсек болады. Бергі жақтан мына жалғанған тұстан бір рет іліп аламын. Арғы жақтан да тура солай іліп алып, негізгі жіпті ілгектің бойындағы жіптен шығарамын. Енді арғы жақ бөлігіне бекітпе тігісін түсіретін боламын. Ол үшін тура осы негізгі жіп шыққан бөлікке қайтадан кіргіземін ілгекті. Негізгі жіпті іліп алып шығарамын. Ілгектің бойындағы жіптен өткіземін. Енді мына аралықтарға кіргізіп, айналдыра тоқи беретін боламын. Бекітпе тігісін енді арғы бөлігіне жүргізіп жатырмын. Осылай. Барлығын айналдырып әкеліп, мына маркер белгіленген тұсқа дейін тоқимын. Маркер белгіленген тұстан соңғы рет біреуін іліп алып, осылай тоқыдым. Енді мына маркерді алып тастаймын. Жіпті ұзартамын да қиып аламын. Негізгі жіпті тартып шығарамын. Оны мына екі қатарды біріктіріп, екі жақты біріктіріп тігіп жатқан алғашқы тігіске, мынау оңға қарай, солға қарай бұрылған байқасаңыздар, енді оны мен мына аралықтан кіргіземін. Ілгегімді негізгі жіпті іліп алып шығарамын. Тартып отырып, оны өзінің осы шыққан тұсынан қайтадан кіргіземін. Енді байқасаңыздар, мына екі қатарды біріктіріп тоқылған тігістен оңға қарай және солға қарай әдемі болып бекітпе тігісіміз жүрді. Артық тұрған жіпті ішкі бөлігіне бір рет байлап, тоқылған бөліктердің арасына кіргізіп жібереміз. Рюкзакқа ручка тоқитын боламыз. Ол үшін бір түйін түйіп аламыз. Ілгекті кіргіземіз. 4 рет іліп аламыз осылай. 1, 2, 3, 4.
бір-біріне беттестіреміз. Алғашқы мінекей бірінші бөліктен ілгекті өткіздік, бірінші галочкадан ілгекті кіргіздік, негізгі жіпті іліп аламыз, тартып шығарамыз, ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз. Келесі бөлікке екінші галочкаға ілгекті кіргіземіз, негізгі жіпті іліп аламыз, ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз. Үшінші галочкаға кіргіземіз, іліп алып шығарып, негізгі жіптің бойынан өткіземіз. Тура осылай қайталап тоқитын боламыз. Мына жерде төртінші галочкамыз бар. Біздің ұмытып кетпеңіздер, өте қатты тартылып тұр, сондықтан мұқият ілгекті осы аралықтан кіргіземіз. Мінекей кірді. Жібімізді іліп алып шығарамыз. Енді әрі қарай мінекей мына бөліктердің арасынан кіргізіп тоқи береміз. Мінекей мына жерден. Әрі қарай уже жеңіл болады. Оңайырақ болады тоқу. Осылай жоғарғы бөліктегі жіптерден іліп алып, айналдырып тоқи береміз. Өзіміз қалаған, яғни балаңыздың арқасына тура сәйкес келетіндей ұзындықта 2 рет тоқимыз осылайынан. Яғни 2 бау тоқимыз, оны карабиннің көмегімен рюкзагымызға ілетін боламыз. Сөмкеміздің артқы жақ бөлігіне осылай 3 карабинімізді орнатып аламыз. Яғни мына бір жағы ашылады. Мінекей осындай тоқылған бөліктің арасынан өткіздік. Енді оған мына тоқып алған бауымызды тағатын боламыз. Менде осы баудың ұзындығы 1 метрді құрады. Оны тура қақ ортасынан, мінекей қақ ортасынан белгілеп аламыз да, мына жағын мына карабинге, екі жағын екі карабинге кіргізіп тағатын боламыз. Мінекей сөмкеміздің артқы бауын осылай карабиндерге тағып қойдық. Енді мына жақтағы замогын менің YouTube арнамда сөмкеге замок тігу деп аталатын видеомды көріп, қарап тоқып алсаңыздар болады. Ссылкасы міндетті түрде сіздерге беріледі. Осымен біздің детский Лола сөмкесі дайын. Назарларыңызға рахмет, менімен бірге болыңыздар.